Жеңілістер арқашан өзгерістерге әкеледі, ал даулат сәтсіздік түбегейлі өзгерістерге жол ашады. Қазіргі таңда Мадридтік Реалда болып жатқан жағдай осының нақты дәлелі. 4 ел классикодағы жеңіліс чемпиондар лигасынан Арсеналға қарсы ойында ұтылып қалу және бүкіл маусым бойы бірде-бір маңызды трофейдің болмауы. Реал Мадрид деңгейіндегі клуб үшін толық сәтсіздік, ал клуб президенті Флорентино Перес үшін жеке эгоға соқты. 2009 жылдан бері жеңілмей келе жатқан Ливерпульдан жеңіліс, маусым соңында тіпті конференция лигасына өте алмаған Миланнан ұтылу және Испания кубогының 2 финалында да жеңілістер де бар. Бұған дейін Реал Мадрид финалдарда жеңілмеген еді. Маусымдағы жалғыз жарқын сәт Килиан Мбаппе ол Ла Лиганың ең үздік сұрмергені атанып, алтын бутсыды жеңіп алды. Егер 4 айлық бейімделу кезеңі болмағанда және мүмкіндіктер жақсы пайдаланғанда 60 гол соғуы да мүмкін еді. Соған қарамастан ол Реалдағы дебюттік маусымда гол соғу бойынша жаңа рекорд орнатып тастады. Негізінде Килиан Мбаппе 1-2 маусым алдын келгенде қазіргі уақыттағы Реалдың ең мықты ойыншыларының бірі болатын еді. Килиан Мбаппе кете салысымен Пари Сен-Жермен чемпиондар лигасын жеңіп алды. Жаңаға еркін ойындарға тоқталатын болсақ, еркін ойын тек Килиан Мбаппеге ұнады, бірақ командаға кері әсерін тигізді. Нәтижесінде біраз өзгерістер болды Реал Мадрид клубында. Мысалға енді Карло Анчелотти, Лукас Васкес, Лука Модрич клубтан кетеді. Олардың орнына қазір жаңа бапкер келді. Хаби Алонсо Алхейсінді да бүгін таныстырды және осы жазда Трент Александр-Арнольд пен Альваро Каррерас та келетін болады. Реал Мадрид клубы осы маусымда біраз күшейіп жатыр. Өткен қайта құрылымдау алдында тұр. Хаби Карло Анчелоттидан мүлдем басқа стильде өнер көрсетеді. Ол жүйелі құрылымдарды ойында қалайды. Қазірдің өзінде команда 3 орталық қорғаушымен ойнайтын схемаға көшетін ақпараттар да бар. Мұндай жүйені соңғы рет Зиданның екінші кезеңінде көрдік. Ол кезде Барселона ойынға қайта тарту үшін эксперимент ретінде қолданған еді. Флорентино Перес испан бапкеріне үлкен сенім артып отыр. Қазір Реал Мадрид клубтық әлем чемпионаты қарсаңында трансфер нарығында ең белсенді клубтардың бірі. Перес тек бір нәрсе қатаң талап қойды: Лука Модричтің кетуі. Хаби Алонсо хорватты тағы бір маусым қалдыруға шешім қабылдамады десек те болар, енді кетсе кете салсын дегенде жасады. Модрич жалақысын азайтуға да дайын болды. Ойын уақытын қысқартуға да келсе де президент келіспегеннен кейін бапкер де оның шешіміне толықтай келісе алды. Реал маусымда қарсылас қақпасына 137 гол соқты. Бұл орта есеппен ойын сайын 2 голдан сәл артық. Бірақ көзге түсетін нәрсе жіберілген голдар. Жіберілген голдар саны осы барлық турнирлерде 76. Оның 38-і Ла Лигада. 20-24 маусымда бұл көрсеткіш бар болғаны 26 еді. Сондықтан клуб барлық қорғаныс мәселелерін осы маусымда күшейтіп жатыр. Не дегенмен енді әр ойын сайын 1 голдан жіберіп жатыр орташа есеппен. Ал енді трансферлер туралы сөйлесетін болса, бүгін ғана Дин Хейсенді таныстырды. Реал Мадрид клубы және Реал Мадридті 24-ші нөмірмен өнер көрсететін болады. Дин Борнмундтың үздік ойыншысы атанған, Премьер-лиганың ең жарқын жас қорғаушыларының бірі. Бала кезінен Мадридтік Реалдың жанкері болыпты. Италияда ойнау арқылы ол қорғаныс қабілетін арттырды және Англияда қарқынмен бір-бірімен ойнауды үйренді. Испанияда доппен жұмыс істеуді жетілдірді. Потенциалы пас беру бойынша үздіктердің бірі. Әр ойын сайын жақсы нәтиже көрсете алады және пастары да дәл. Реал Мадридқа осындай пастары дәл қорғаушылар қажет. Егер Хейсен қазір командаға келе салысымен өте керемет деңгей көрсете алатын болса және өзін жақсы көрсетсе, енді Реал Мадрид 10 жылдай қорғаныс мәселесін шешіп тастағандай болады. Хейсеннің бір жақсы жері баспенде өте керемет деңгей көрсете алады. Баспенде гол салады, Серхио Рамос сияқты деп барлықтары айтып жатыр. Өзі де айтқан болатын: мен Серхио Рамостың жанкүйерімін, менің кумирім Серхио Рамос деді. Орталық алаң Реалдың маусым бойы жарақаттарға байланысты ең көп қиналған тұсы. Рауль Асенсиоға көп жауапкершілік жүктелді, ал оның абыройымен орындады. Бірақ оған көмек қажет, әсіресе Хаби Алонсоның 3 орталық қорғаушы схемасын қолданатынын ескерсек. Реал жылына 50-ден астам ойын өткізетін клуб болғандықтан ойыншылар саны жеткілікті болуы керек. Алонсо Германияда әртүрлі схемалармен ойнаған ескерсек, ол икемді бапкер, бірақ ол 3 орталық қорғаушымен жүйені қалыптастыра ала ма? Сол да қазіргі уақытта қызық болып жатыр.
Xabi Alonso Real Madridda qanday sxemani qo'llanатын bo'lsa da qo'rg'ovchilar ko'proq qajat degan menenda o'yinlar ko'p bo'ladi және qo'rg'ovchilar ko'pincha jarohat olib жатады. Al jarohat olgandan keyin ne bo'ladi? Qo'rg'onishni nasharlaydi және jengilliklarda ko'p bo'ladini aniq. Qo'rg'ovchi endi jarti komanda deyman, qalay жалпы bugan ne deysizlar? O'z o'ylaringizni kommentariyaga qoldirib ketsangizlar bo'ladi. Qaysi sxemani qo'llansa da Realga qo'rg'ovchi kerak. Ferlan Mendy jiy jarohat olib qoladi. Ko'pdan tis o'yindan qoladi. Fran Garcia Realning dengeyindagi o'yinchi emas. Lucas Vazquez bo'lsa komandadan rasmiy turda ketdi. Carvajal qanday formada o'ralatini belgisiz. Ularning o'rnina ikki yangi o'yinchi keldi. Biri sol qanot және biri o'ng qanot. Alvaro Carrasga to'xtalатын bo'lsak, sol joqda Ol Madrid akademiyasining tulegi Manchester United bilan Benfica'da o'ynagan Real uni 50 million yevroga sotib oldi. Carrerasning basты qarori qo'rg'onishdagi o'yinni, misoli Benfica men Barcelona arasidagi 5-4 bo'lgan o'yinda Lamine Yamalni yaxshi to'xtatgan. Al Yamal bu yil nega ayналганын bәрimiz bilamiz. Biroq ol Trent сияқты шабуылда мықты емес, тек қана qo'rg'onishda yaxshi o'yin ko'rsata oladi. Biroq Mendydan әлде qayda yaxshi ol допты alga olib jura oladi. Biroq Naves so'qqi жағынан kemchiliklari bor. Manchester United klubi biroz usunishlar tasladi. 3 retda usunishlar tasladi. United qalagan aqshalarini berin, Carrerasda berindelganning o'zlari Carreras borgan yo'q. Men Realga qo'shilaman dedi және armonini jetib Real Madridga qo'shildi. Komenda Realga kelgisi kelmaydi. Real Madridning sol kapitali turali söylesek endi Real Madridga 10 kapitalga жаңа kelетін o'yinchi turali söylesek ketетін bo'lsak, ol Trent Alexander-Arnold. Zamonaviy futbolda eng üzdük shabuldovchi qo'rg'ovchilarning biri. Trent Alexander-Arnold shabuldada da keremet o'yin ko'rsatiladi, paslarda beradi, so'qqilarda keremet. Onun elsiz jeri. Ol qo'rg'onishda yaxshi o'yin ko'rsata olmaydi. Dopni ko'pincha berib qo'yатын odatlari bor. Degirmen onun shabuldagi paydasi bu kemchiligin to'liq jabadi. Oған qo'sa onu o'rtalik alanda da qo'llanuga bo'ladi. Klub so'nggi mavsumda dal solay istedi. Trent doppen yaxshi жұмыс istedi. So'ndықтан Toni Kroos'ning o'rnin basa oladi degan bolжамдарда бар hozirgi vaqtdagi futbol ekspertlerinde. Trent Alexander-Arnold Liverpool'dan qimmat ақшалық endi top usunishlarini qabullamadi, Real Madridga keldi. Sonымен қатар o'rtalik alanda kuchaytirish uchun klub Angelina Stillerni qarashtirib жатыр. Onu ko'rganda Photoshop'pa deb o'ylagangiz mumkin, biroq yo'q. Ol rasmenda sonday. Uni klubga Toni Kroos o'zi usungan. Stiller tereң o'ynaydigan playmaker, tomosha statistikaga ega. Әрине pastaldagi жағынан Toni Kroosga жетпейді, biroq baribir alga bag'itlangan pastlari o'ta keremet o'yinda yurgiza oladi. Stillerde әлі алама алмайма ол нақты емес. Real Madrid klubu. Негізінде Real Madrid klubu qo'rg'onishlarga da qiziqdi, qo'rg'ovchilarni aldi. Tағы da bir axborotlar chiqdi. Endi Xabi Alonso keladi, Wirtz'ni oladi deb. Wirtz'ning o'zi Real Madridga kelmaydi bo'lib sheshibdi. Realda Wirtz o'ynamaydi. Liverpoolga boradi degan axborotlarda bor. Endi Fabrizio Romanoning o'zi de yetkazib qo'ydi. Wirtz rasmiy turda Liverpool o'yinchisi deb. Al dostlar, bugun bizning qisqa videomiz osымен tamam. Arnamizga tirkelib, like basib qo'yadi. Unutmangizlar, bo'lajaqda o'ta keremet videolar chiqarатын bo'lamiz. Har hafta sayin videolar chiqarатын bo'lamiz. Endi biz Barcelona және de top klublarning bo'lajagi qanday bo'ladi, so'g'anda to'xtalатын bo'lamiz. Сол себепті bizning arnamizga erinbey tirkelib, erinbey like basib qo'yingizlar. Like bilan tirkeluv tegin.